Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз панфиловшылар ерлігі. Оқу мақсаты, идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсаты, аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау. Мәтін құрылымын кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру, сақтай отырып графиктік мәтін, шартты белгі, сурет сызба түріндегі берілген процесті мәтінді сипаттап жазу. Оқу мақсатының негізінде идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсаты, аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдаймыз, белгілеріне қарай ажыратамыз, мәтін құрылымын сақтай отырып графиктік мәтін, шартты белгі, сурет сызба түріндегі берілген мәтіндерді сипаттап жазамыз. Бірінші мәтін. 1941 жылы 28 қарашада жарық көрген Красная Звезда газетінен үзінді. Ұлы Отан соғысының алғашқы көзінің соңы еді. 1941 жылдың 16 қарашасында неміс әскерлері 16 армияның тұсынан 2 танк және 1 жаяу әскер дивизияларын қолдана отырып, Волоколамск тас жолының оңтүстігіндегі Рокоссовский армиясының сол қапталына соққы жасады. Панфилов атындағы дивизияның кеңестік 29 гвардияшылар орналасқан жерге жаудың 50-ден астам танктері бет алды. Жалғыз біреуінің ғана жүйкесі сыр берді. Жалғыз өзі қолын жоғары көтерді. Бірнеше гвардияшылар еш дайындықсыз, еш бұйрықсыз болмаса да су жүрек әрі сатынға оқ жаудырды. Соғыс 4 сағаттан астамға созылды. Бұл кезде жаудың 14 танкі Майдан даласында қимылсыз қалған еді. Сержант Добрабин мерт болды. Қызыл әскер Шемякинде қаза тапты. Конькин, Шадрин, Тимофеев және Трофимовтар жан тапсырды. Көзі қызарып кеткен Клочков жолдастарына қарады. Достар, 30 танк екен деді ол жауынгерлерге. Біз осы жерде өлуге тура келетін шығар. Ресей кең байтақ, бірақ шегінерге жер жоқ, артымызда Москва. Екінші мәтін. Біз ұрыстарда ері жеттік. 28-ші гвардияшы панфиловшылар өздерінің қаны мен өшпес танкқа ие болды. Жауды алмастай қырып, ұрыста қырандай қырағы болды. Ер басына күн туса етігімен су ішер, ат басына күн туса ауыздығымен су ішер демей ме халқымыз? Осындай күйді басынан кешті. Сондықтан олардың есімдері халқымыздың гитлершіл басқыншыларына қарсы Ұлы Отан соғысының тарихында мәңгі сақталды. Дивизиямызды құрушы Иван Васильевич Панфиловтың есімі мәңгі өшпейтін жауынгерлік даңққа бөленген. Соғыста жүріп, үйрен, есейіп шынықтық, өлуге асықпа, соғысқа үйрен дейді бізге Иван Васильевич Панфилов. Бұл данышпанды қағиданы біздің гвардеецтер қазір де берік ұстайды. Ұрыста қаза тапқандардың орнына келген жаңа жауынгерлер осы қағида бойынша соғысуға үйренеді. Панфиловшы гвардейскер ұрыстарда өсіп ер жетті, соғыста шын батырлық мектебінен өтіп шынықты. Біз шын махаббатпен, өшпенділікті сынап өттік. Өмір үшін күресте біз қорқыныш сезімін жеңуге үйрендік. Екі мәтінді оқыдық. Екі мәтіннің идеясы ұқсас, публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсаты, аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдаймыз. Тапсырма. Оқу мақсатына қарай екі мәтінді салыстыр. Мәтіннің стилі. Бірінші мәтін публицистикалық стиль, екінші мәтін көркем әдебиет стилі. Мәтіннің идеясы аға буынның ерлігін үлгі. Мәтіннің мақсаты 28-ші гвардияшы панфиловшылардың ерлік жолын дәріптеу. Қолданылған тілдік ерекшеліктер,
Екінші, мәтін көркем әдебиет стиль болғандықтан, тілдің көркемдегіш құралдарын көбірек пайдаланған. Мысалы, жауды алмастай қырқып, ұрыста қырандай қырағы болды дегенде, қырандай алмастай деген теңеу. Себебі бұл арада әскерлердің мықтылығын алмасқа, ал қырағыларын қыранға теңеп тұр. Ер басына күн туса, етігімен су ішер, ат басына күн туса, ауыздығымен су ішер деген нақыл сөзді пайдаланған. Бірінші мәтін публицистикалық мәтін. Мұнда көбінесе деректер, сандарға назар аударған. Ұлы Отан соғысының алғашқы күндерінде соғыстың 4 сағаттан астам уақытқа созылғаны, бұл кезде жаудың 14 танкісі майданда қимылсыз қалғаны, жалпы танктың саны 50 болғандығы жайлы ақпараттар беріледі. Келесі тапсырма граффити мәтін, яғни суретті пайдалана отырып сипаттап жазыңдар. Сендерге 28 панфиловшыларға орнатылған Алматы қаласындағы ескерткіш көрсетіліп тұр, беріліп тұр. Тақырыбы панфиловшыларға мәңгілік тағзым деген тақырыпта шағын суреттеу мәтін жазасыңдар. Мұнда Ұлы Отан соғысының алғашқы күзінде 1941 жылдың 16 қарашасында неміс әскерлеріне жан аямай қарсы тұрған 28 батырдың ерлігін осы суретке суреттелген. Осы суретте олардың қайсарлық мінезі, батырлық бейнесі суреттелген. Өздерінің ойларыңды мәңгілік алаумен түйіндейсіңдер. Тақырып панфиловшыларға мәңгілік тағзым. Суретті пайдалана отырып, суретті сипаттап әңгіме жазасыңдар. Оқылым мәтіні 146 бет, бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқып, негізгі ойды анықтайсыңдар. Кітапта 8-ші параграф панфиловшылар ерлігі деген тақырып беріліп отыр. Оқылым мәтіні 146 беттегі мәтінді мұқият оқисыңдар, негізгі ойды ажыратасыңдар. Бұл оқылым тапсырмасы. Кері байланыс үйге тапсырма. Кері байланыс тапсырмасы. Алдыңғы мәтіндерді негізге ала отырып, жаңа айтылды, 2 мәтін берілген. Тыңдалым мәтінінде 2 мәтінді біз салыстырдық. Біреуі публицистикалық стиль, екіншісі көркем әдебиет стилі болған. Осы және оқылым мәтінін пайдаланасыңдар. Осы 3 мәтінді пайдалана отырып, негізге ала отырып, алдарыңа берілген санды сөйлетесіңдер. Мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін шартты белгі түрінде берілген сандар бойынша сипаттап жазасыңдар. Мұнда бірінші 28 деген сан беріліп тұр, екінші 1941 жыл 16 қараша деген беріліп тұр, үшінші 4 сағат деген беріліп тұр, төртінші 316 деген сан беріліп тұр. Міне осы сандарды қатыстыра отырып, шағын мәтін жазасыңдар. Сөйлемдердің саны 8-10 сөйлем болу керек. Кері байланыс тапсырмасын күнделік кезек электрондық почта немесе WhatsApp желісі арқылы жібересіңдер. Кері байланыстың тақырыбы алдыңа берілген сандарды сөйлетіңдер, және осыған мәтін құраңдар. Графиктік мәтін. Кері байланыстың тапсырмасы түсінікті деп ойлаймын. Сабақ аяқталды балалар. Сау саламатта болайық.